Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына бейне жазбаға назар аударайық. Балалар, бұл бейне жазба не туралы деп ойланып отырған боларсыздар. Ендеше, қазір сабақ барысында сіздерге барлығы да түсінікті болады. Адам құрлықта да, суда да өмір сүре ала ма? Қалай ойлайсыңдар? Егер өмір сүре алса, қалай тіршілік етер еді? Бір сәт қиялдап көрейікші. Қиял демекші. Фантастикалық шығармаларда өмір шындығына қиял элементтері қосылып суреттеледі. Ендеше, орыс жазушысы Александр Беляевтің «Адам балық» атты фантастикалық шығармасы бар. Бұл шығарма туралы естігендеріңіз бар ма жалпы? Басты кейіпкер Ихтиандр су астында да өмір сүре алады. Балалар, сіздерге шығарма қызықты ма? Ендеше, біздің жаңағы бейне жазбада көргеніміз ол «Адам балық». Александр Беляевтің «Адам балық» атты фантастикалық шығармасынан үзінді болатын. Ендеше, «Адам балық» мәтінмен таныс болайық. Дайынсыңдар ма? Ендеше мұқият тыңдаңыздар. Ихтиандр бақ ішіндегі құм төселген сүрлеу жолмен жүріп келеді. Белбеуіне қыстырылған қанжары салақтап аяғына соғылады. Көзілдірігі қолға және аяққа киетін биялайы көлбақа табандары көрінеді. Ол үйіне келе жатыр. Үйі шағын ғана, небәрі 4 бөлмеден тұратын. Соның ас үйге жапсарлас біреуіне Кристо орналасқан. Оған таяу ас үй, сосын кітапхана болатын. Ихтиандр испан және ағылшын тілдерін білетін. Сосын ең соңғы шеткісі Ихтиандрдың жатын бөлмесі. Сол жатын бөлменің тап ортасында хауыз бар еді. Кереуеті қабырғаға тақап қойылған. Ихтиандр кейде сол кереуетте демалатын, бірақ көбінесе хауызда жатқанды ұнататын. Сальватор тауға Ихтиандрға қызметімен жаққан Кристоны ертпей, жалғыз кетуді ұйғарды. Жол жүрерде Сальватордың Кристоға былайша мықтап тапсырғаны бар. Ихтиандр аптасына ең кемі 3 түн кәдімгі кереуетте жатып ұйықтауға тиіс. Алмаған суда жатқаным көбірек ұнайды, жаныма жайлы, деп қарсылық білдіреді Ихтиандр. Доктор сені кереуетте жатсын деп бұйырған. Әкенің тілін алу керек. Кристоның енді Ихтиандрдың бұған белгісіз бір материалдан тігілген қабыршақты костюмі ұдайы жауып тұратын денесін көргісі-ақ келеді. Сен не, киіміңді түнде жатарда да шешпейсің бе? Деп сұрады ол бірде жігіттен. Неге шешем? Менің қабыршағымның еш кедергісі жоқ, қайта оңтайлы. Желбезекпен тыныс алуыма, әрі терімнің тыныстануына түк зияны тимейді. Және сонымен бірге ол бар бәледен қорғайды. Мұны акуланың өзі де, тіпті өткір пышақтың жүзі де кесе алмайды, деп жауап қатты Ихтиандр. Ал көзілдірік пен биялайды не үшін киесің? Деп сұрады Кристо, кереуеттің қасында жатқан таңғажайып биялайды қарағыштап отырып. Биялай менің шапшаң жүзуіме септігін тигізеді. Ал көзілдірік теңіз түбінен дауыл суырған топырақтардан қорғануға қажет. Мен оны ұдайы киіп жүрмеймін. Бірақ көзілдірік кисем, су астындағы дүниені жақсырақ көрем. Көзілдірігің болмаса, су астында өзіңді тұманда жүргендей сезінесің, деді де бір жымиып қойды Ихтиандр. Сосын сөзін қайта жалғап, сенің менімен бірге су астында жүзе алмайтының өкінішті-ақ. Мен саған небір ғаламаттарды көрсетерем. Неге бұл адамдардың бәрі бірдей су астында өмір сүре алмайды екен? Балалар, неліктен адам су астында өмір сүре алмайды? Мәтінге сүйеніп, Ихтиандр туралы айтып берші. Су астында жүргенде Ихтиандр неден сақтануы керек? Оның достары кімдер деп ойлайсыздар? Мәтіндегі оқиғаны әрі қарай болжап әңгімеле. Балалар, қиялымызға ерік беріп, әрі қарай не болатындығын ойлап көрейікші. Болжам жасайық, ойлайық. Сонымен
ихтиандр неше тілді біледі екен? Жалпы ихтиандр қандай деп ойлайсыздар? Тамаша, ендеше әдебиеттік оқу сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар балалар.